Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жұмсақ булкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бізге жылы сүт, ерітілген сары май немесе маргарин, секер, тұз, жұмыртқа, ашытқы және ұн керек. Ең алдымен жылы сүтке ашытқымызды салып, араластырып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Он 15 минуттан соң маргарин, жұмыртқа, секер және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы, көрсетілген мөлшерден көп ұн салмаңыз. Ары қарай қолымызды сұйық маймен майлап илейміз. Және де 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді дастарханымызды және қолымызды майлап аламыз да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай өреміз, немесе өз қалауыңызша басқаша қылып та жасауға болады, әртүрлі формада. Противенге пергамент қағазын жайып саламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз және мак себеміз. Күнжіт себуге де болады. Қысып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Жұмсақ бөлкелеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.